Сәлем достар, қалайсыздар? Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін біз жасыл помидорды маринадтауды үйренеміз. Дәмін енді айта алмай, нереально дәмді, керемет шықты. Мен бұлай шығады деп ойламап едім. Иісін айтсаңыздар, өте керемет. Видеоны соңына дейін қарап, тамашалаңыздар. Сіздер лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, мені қолдасаңыздар, мен сіздерге бұдан да керемет рецепттер түсіремін. Сәлем достар, сіздермен бірге Бейсенбаева Гүлім. Біз бүгін жасыл помидордан қысқа арнайы маринад жасаймыз. Ол үшін бізге көк помидор, мен осылай өзіміздің огородтан терілген көк помидор 3 килограммдай, и потом бізге керек сұйық май, чеснок, мынандай ашты бұрыш, біздің үйдегілер аштыны жақсы көреді, және де мен қызыл болгарский перец таңдадым, өйткені қызыл мен көк әдемі болады. И потом укроп, одан кейін бізде вишняның жапырақтары. Бұл ерекше дәм береді помидорға. Және де мына жақта қант, сосын 3 қасық тұзымыз, және де уксус. 9% уксусымызды дайындап аламыз. Мінекей біз укропымызды осылай жақсылап турап аламыз. Мінекей біз укропымызды алдық. Енді біз перецтерімізді жақсылап, тазалап тураймыз. Перецімізді жақсылап, тазалап, осылай өзіміздің қалауымыз бойынша тураймыз. Енді біз мінекей барлығын дайындап, турап алдық. Енді біз барлығын мынаның үстіне саламыз. Бірінші мынадан бастаймыз. Салып болғаннан кейін мінекей сіздерге менен лайықтап, қайшымен кейде салғандарыңыз дұрыс. Аты өздеріңізге жаман болады. Ашты болып, қолдарыңызбен көздеріңізді ұстасаңыздар, көздеріңіз ашып кетеді. Мінекей біз чесноктарымызды еземіз. Мінекей. Болды. Сіздер оны тураудың қажеті жоқ. Осылай кез келген пышақпен мінекей чесногымызды да тез-тез турап алдық. Менің әдісімен турасаңыздар тез-тезсіздер. Мінекей осылай жаямыз жақсылап. Енді осының үстіне қантымызды, үш қасық тұзымызды мен алдыңа бәрін өлшеп алғанмын. Және де майымызды, жапырақтар. Кез келген жемістің жапырағы бола береді. Бұл ерекше дәм береді, естеріңізде болсын. Так что ертерек істеп тастасаңыздар өздеріңізге жақсы. Мінекей ең соңында уксус. Мен 9% уксусты пайдаланамын. Уксусты мінекей өте көп мөлшерде керек жоқ. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Если кисло болған қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Қалай араластырсаңыздар да өздеріңіз біз қолмен, қасықпен. Негізі қолмен араластырса жақсы араласып, барлығына тұзы, қанты сіңеді. Мінекей жақсылап араластырамыз осылай. Түрі де өте әдемі, дастарханға қоюға өте қолайлы. Егер де огородта көк помидор ауысып, не істеріңізді білмесеңіздер, ойланбастан осылай істеп алып қойыңыздар. Мінекей осылай істеп алдық. Енді бұны осылай жауып, үстіне тас немесе бутылкаға су қойып, осылай басып қойсаңыздар, бір күн тұрса өте керемет болады.